Оразалы ағаларың танитын шығарсыңдар. Міне қазір академияда жұмыс істейді, Петропавловскада неше жыл директор болған, көркемдік жетекші болған. Мына Батырбектің мұғалімі екен. Мен оны кеше ғана білдім. Міне көрдіңдер ме? Мұғалімі қандай, оқушысы қандай әлі. Сол себептен енді Оразалы қош келіпсіз сіз. Келіп тұрып енді ортаға бір өзіңіздің ойыңызды ма, жоқ замечанияңыз как режиссер, как актер. Бұл кісіде біз ойнағамыз жас кезімізде, 20 жасымызда қысылғаннан қыз болдық. Соны кейін пай жас жұбайлар-ай. Сол кезде қылқылдаған сендердің жастарында екенбіз ғой, 20 жастамыз, мә, қазір 60-дан Қартайта бермеші дейді. Мінекей, сондай режиссер, бұйырса мына Алмахан апамның 70 жылдығына арнап спектакль қояды. Міне бүгін келіп, тоже көрейін, артистермен бір жағынан өзімнің оқушым Батырбек, соның сдачасын келіп көруім керек деп, міне келіп атыр. Қош келіпсіз. Біріншіден мен просто общий бастап кетейін. Сәлеметсіздер ме? Бірінші ғимараттарыңыз құтты болсын. Бұл енді арман. Көп театрға, көп актерларға, режиссерларға бұл арман. Осындай болса екен театр. Мына бір керемет өзінің бір осы театр осындай болу керек деген бір үлгіменен салынған екен. Әйтпесе біздің театрлардың бәрі клуб қой. В глубину кетіп қалады да, даусың жетпейді. Бүгін айғайлай береміз. Бәрі айтады, соң неге айғайлайсыңдар сендер? Себебі дауыс жетпейді, потому что акустика жоқ. Айтарым, екінші айтарым, жалпы мен өз басым өзім кей кездерде риза боламын, жасыратыны жоқ. Себебі менің бірнеше шәкіртім бар. Ол енді шәкіртімнің бірегейі осы Батырбек. Бірінші курстан бастап актер болып 4-ші курсқа дейін. Оны кейін 6 жыл бойы Петропавлда мен өзім рыбачыға барып, үйіне барып, прям қолынан жетектеп алып шығып. Сол кейін мен айттым, барамыз деген кезде, аға, мен бірақ қана өтінішім бар. Қандай өтінішім? Анау Айдан мен айда болмаса көріп қаламын дейді. Өзінің сөзі. Соның үйінде болған. Сондықтан мен әрине, кім болмасын ол мақтан тұтады ғой өзін. Жаңа Батырбек кім Алмахан айтып жатыр ғой. Мен енді өткен жолы менің ұлымның ұлы туылған болады осында біраз уақытта. Атын адам деп қойдық. Мен сонда енді қыздар ренжімеңіздер. Қыздардың ұлдары бар ғой, бірақ ұлдың ұлы деген бөлек та өзі бір ұрпақ жалғастық деген. Сонда менің де айтқан бір сөзім бар еді. Сол дастарханның басында отырғанда. Теперь можно и умереть деп болған. Потому что ары қарап все, ұрпақ жалғасы бар, все. Я что хотел, все сделал. Жақсы актер болған сияқты, жақсы режиссер болған сияқты. 10 жылдай балалар киностудиясын басқардым. 20 шақты жыл театрдың директоры болдым. Үлкен театрларды басқардым. Бірнеше 60-70 спектакль қойдым. Жалпы әйтеуір осы өмірге келген бір кішкентай пенде ретінде адамның мойнында бір парыз болатын болса, мен өз басым соны адал орындадым. Ендігі әттеген-ай деп бір Алла тағаладан сұрап жүрген, тек қана оған ешкімнің күші жетпейді. Бір кішкентай сол бір 12-13 дүниесі артықтау бір нәресте келсе деп күтіп жүргенбіз. Сол бала келді, сондағы айтқаным ғой. Сондықтан Алмахан, мен сені түсінемін. Айтып, Алмахан, бәріміз өнерге бірге келгенбіз. Кендебай менің құрдасым екеуміз. Сондықтан мен Батырбекпен, кеше естіп отырсыздар ғой, Самалменен, Ислямовлар. Мен өз басым мақтанамын, потому что олар біздің қолымыздан бітірді. 3 жыл менен оқыды, Самал тоже. Кеше интервью берді, интервьюда айтады, аға, интервьюнің 50%-ында сіз туралы айтып отырды ғой. Яғни, енді ол солай шығар. Біреу ұстаз туралы солай айтса, одан артық. Ол қандай өмірде, қандай парыз бар. Бүгінгі спектакль туралы айтар болсам, я бы сказал так, это очень честный спектакль. Это честный спектакль. Бывает, что сенің кішкене шеберлігің, режиссерлық шеберлігің, актерлық шеберлігің
балетмейстерлік шеберлігің жетпей жату мүмкін, но это честно работал. Честно. Вот это честность, потому что бұл спектакль ақан серіні мүмкін ойнап кетуге болатын шығар, қыз көрпешті. Мынау спектакльде нельзя играть нечестно. Себебі бұл біздің кеше ғана 75 жыл тойлап отырған біздің әке шешелеріміздің тері қаны. Кеше ғана бұл. Менің жасым соған парапар. Сол уақытқа парапар. Былай өзіме қарасам жап-жас сияқтымын. Хорошо, что менің алдымда айна жоқ та, мен көрмеймін өзімді. Былай қарасам, сіздерге бір жап-жас жігіт сөйлеп тұрады. Қызылжаплы. Но спектакль очень честный, ребята. Я почувствовал вот эту честность. Чистоту, да? Жоқ, не чистоту, а честность. Именно самоотдача. Да. Даже кейбір жерлерде мен анау бір бағана келіп, ана қыздар келіп. Жалпы ислам қауымында бізді білесіздер ғой. Құдай сақтасын одан жамандығынан. Әйелдерді молаға алып бармайды. Мен өз басым талай рет көрдім. Әйелдер молаға алып барып, біреуді көміге алып барса, көбіне көп әйелдер есінен танып қалады. Ол жерде жылауға болмайды, олар жылайды обязательно қабірдің басында. Оны кейін барып әйтеуір су алып барып, бетін бүйтіп қайта-қайта құлап. Себебі әйелдің ол табиғатында, болмысында, ол өмірден кетуді олар көрмеу керек екен да. Олар тек қана өмірге алып келуді ғана біледі. Ал енді бір қызығы, мүмкін күлкілілеу шығар, сол кей кездерде бір қазір мода болды ғана, күйеуі наоборот барып қарап тұрады да, әйелінің қасында. Дәл сол кезде күйеуі талқылап қалады сразу. Шынымен де қарасаң, ана әйел босанып жатқан кезде, одан әйел қинал, не қылмайды, еркегі құлап қалады шынымен. Вот значит, поэтому, наверное, названо у войны не женское лицо. Бір орыстарда бір сөз бар. Самый главный парадокс жизни – это дети и война. Мен Батырбектер білет, мен Астанада жүргенімде бір опера және балет театры сахнасында қойдым. Алжир разасы деген спектакль. Сонда мен өзім жаздым 9 ай бойы сол пьесаны. Сонда мен айтқам, есть еще другой парадокс. Это женщина и концлагерь. Потому что дүние жүзінде адам заттың тарихында тек қана бір-ақ жерде ғана концлагерь болған екен женский. Ол бізде ғана, Малиновкада, тура. Жаңа 26-я точка Карлага, Алжир, Акмолинский лагерь, жол изменников вроде. Мен мынаған қарап отырдым да, почему автор неге бұны солай қойған? Себебі войну мы все время воспринимали через мужскую психологию. А вот здесь 95% почти что біз спектакльде әйелдердің көзқарасы арқылы қабылдадық. Но это страшно. Это апокалипсис, который, я не знаю, выше не может быть. Страшно. Действительно страшно. Ой, жанымыздың жарасы. Сондықтан жаңа бұл спектакльді өтірік ойнауға болмайды дегенім сол, бұндай спектакльде. Себебі бұл кеше ғана біреу бір 2 том роман жазған екен. Бір кісі соны, осы Москваның түбінен соғысты бастаған, содан Берлинге дейін почти жақындап барып қайтқан ғой. Содан кейін, қартайғаннан кейін осы өткен өмірім туралы бір мемуар жазайыншы деп, Батырбектерге айтқан шығармын осыны. Соны жазған екен. Сөйтіп бәрін 2 том бітіргеннен кейін, енді осы өткен жолымды қайтадан сол кітабымды қолыма алып алып, сол баяғыдан соғыстар қай жерде болды, қай жерде қалай болды, окоп қай жерде, кім жараланды, кім қайтыс болды, қай жерде, бәрін соның бәрін өтейінші де бәрін өтіп болғаннан кейін, ең соңғы точкаға барған кезде от жағыпты да 2 том романды лақтырып жіберіпті да өтіп жіберіпті. Потому что он сказал, это все художественная выдумка. То, что было, это невозможно его писать. Потому что мы можем, мужчины, где-то, вот кішкене, мы можем абстрагироваться на войну, потому что біздің еркектердің табиғаты солай. Біз соғысқа, аңға, біреуді өлтіргенге, біздің табиғатымыз соған жақын. Әйел, және бүткіл әйелді, мұны соғыста әйелдің көз қарасымен көрсету,
Жаңа айтып отырмын, я не знаю, я не могу лучше слово придумать, это апокалипсис, которого выше не может быть. Сондықтан жаңа айтып жатыр ғой сіздерге, мен енді сіздердің қандай рөл ойнағандарыңызды білмеймін, айналайын. Енді осы жерде мен біраз балаларды танып тұрмын. Себебі мен анау академияда зав кафедра болып жүрген кезде менің қолымда оқыған балалардың біразы отыр осы жерде. Кім отырсын, тізеңмен жүгіріп жүретінсің постоянно. Да? Иә. Ана бір неде ойнады ғой, ана бір сказка. Мен мультфильм. Я бременский музыкант. Сонда ана корольді ойнаған бұл. Ана екі аяғын тізесімен жүгіріп жүреді, ергежейлі сияқты да. Он великолепен, очень органичный мальчик. Я знаю, очень органичный. Сол сияқты біраз азаматтарды, мына кішкентай қызды танып отырмын. Мен енді бала бөліп айтқаным емес, сенім алтындар. Мен просто одан кейін кілең жастар екенсіздер, да? Жастар. Әлі бір штампқа түспеген, мүмкін штампқа түссе де оны Батырбек шайнап жіберген шығар. Шынымен, сәл мен білем, бұл енді біз енді менің шәкіртім ғой. Терпеть не могу. Терпеть не могу. Мен айтам да, мы в жизни все время врем. Обманывают. Давайте на сцене будем показывать настоящую жизнь. Өмірді ойнаймыз ғой. Келіншекті ойнаймыз, ананы ойнаймыз, жарын ойнаймыз, келінді ойнаймыз. Ал мына жерде мы должны оголять все. Оголять душу, оголять тело. Сонда ғана, мен ойлаймын да, сонда ғана біз мынау халықты, отырған халықты мынау кеше ғана 75 жыл өтіп кетіп той деп отырған халықты сол кезде мына жерде отырған. Для меня это, честно говоря, было пощечина. Я такой спектакль видел в Москве. Шынымен, мен көбіне көп театрлыға барсам, енді осы мынау менің студенттерім біледі. Мен зав кафедра болып жүрген кезде айтқам сонда. Мұғалімдерге. К великому сожалению, извините, пожалуйста, сіздердің мұғалімдеріңізге тиіп кетпесін. Мен айтқан сөзім бар сонда. Мен айттым, есть педагоги, которые учат актеров, как правильно играть. Есть педагоги, которые учат актеров, как правильно жить. Небольшая разница. А здесь вы не сыграли, вы прожили. Прожили. Это совсем другой. Мана көз жастың өзі, егерде ол любая революция не стоит слезинки ребенка дейді ғой. Бір тамшы көз жастың өзі, любой декорацияңа, любой сценографиялық шешімнен, может быть, намного выше. Сондықтан менің шынымен мен кеше ғана осы мен әкемді 4-ақ рет көргем өмірімде. Мен фамилиямда анамның аты соны кейін бар. Ақжарқын Сәрсенбек, мен анам Ақжарқын, оке Сәрсенбек екінші. Мен соғыста жүрген уақыт несін тауып алдым. Қазір бар ғой, интернеттен тауып алдым. Соны мен қыздарым көріп, суретін тауып алып. Ужас, у них такой начался ажиотаж. Папа, вы знаете, біздің атамыз сөйтіпті ғой, анда бар. У них такая гордость, понимаешь, ол кісімен 4-ақ рет көргем өмірімде. Бірақ сонан кейін барып, соны көргеннен кейін барып, ойладым. Ойпырмай, енді осы жақында елге барам ғой. Енді Алла тағала кешірсін. Мен әкемнің, анам өліп жатыр. Әкемнің алдына барған кезде кешірім сұрап, әкемнің алдында бір рет Құран оқып кетуім керек екен. Себебі олар мынадан өтті ғой. Осыны айтады. Сол неге дейін барып қайтқан екен? Болгарияға дейін барған екен. Сондықтан құтты болсын, мен ойлаймын. Спектакль честный был, честный. Өзі бір, мы уже надоело нам играть на сцене. Вот этот штамп, какой-то изображаем чего-то, кого-то. Кому это нужно? Боже мой, сейчас мен қазір балаларды біз көп ұрса береміз. О, сендер компьютер, анау-мынау дейді. Ничего подобного. Сейчас такие они продвинутые балалар. Олар аны компьютерді көріп алған, хотя олар көп оқымайтын болуы мүмкін, но у них мозг 3 раза быстрее работает, чем мы. Они намного больше знают, чем мы. Себебі біз мынандай ғана Қазақстанның ішінде өстік. А олар әлемнің бәрі олардың қазір алақанында тұр. Мен өзімнің немерелеріме қарап айтып отырмын. Өзімнің шәкірттерім бар, қазір менде 25 шәкірт бар. Мінекей жаңағы осы келесі жылы Құда қаласа уже 4-ші курста бітіреді бәрі. Оған дипломдық спектакльдер қойып жатырмыз қазір тоже. Сондықтан, я не знаю, менің айтарым, Батырбек молодец алтын. Айдаға доғай-доғай сөйлемейді.
Менің екеуі де менің шәкіртім, шынымен. Аида, мен жаңа қалжыңдап күліп жатырмын ғой. Кел деп жатырсыздар ғой. Мен айтамын, Аида рұқсат берсе келеді деп. Келіншек Аида. Мынандай актриса. Керемет актриса. Ана какая. Баяғыда Нағыманов деген облыстың әкімі болған, аптасына бір рет келіп тұратын театрға. Сонда келген кезде осы батырбектер бәрі тұрады ғой. Сонда келгенде жаңа бәріне, мына сахнада қатар-қатар тұрса, бәріне $100 береді. Сөйтіп Аидаға келгенде $200 береді. Соны айтады, ей, мыналар дейді бәрі 1.80, 1.85. Онша сахнада көрінбейді. Мұны мінендей қыз. Керемет таудай болып кетеді ғой сахнаға дейді. Мен айтамын, ішкі ірілікке байланысты. Адамның ар жағындағы ішкі. Сондықтан Аида деген біздің керемет талантты қызымыз бар. Кешіріңіздер, ұзақтау сөйлеп отырмыз. Көрдік қой, бұнда келіп Өз кішкентай қыз өзі. Иә, Мөржан ойнады, онан кейін анау не деп? Анау Шолпанның күнәсі. Сонда жаңағы сен нағыз кәдімгі. Онда енді қатырды. Молодец. Мен ол енді жасыратыны жоқ, мен Батырбекке де айтқам. Батырбек, сіздің ауылыңыз білесіз ғой, деген давайте приближаться к своей родине. Тем более мен жаңадан театр ашылып жатыр. Бұдан артық не керек? Сен енді құдай-ау, мен ол театрды ашқаныма ровно биыл 20 жыл болды, дұрыс қой? Подожди, бүгін нешесі? 15. Уже 5 күннен кейін ровно 20 жыл болады. 16, 4 күннен кейін ровно 20 жыл болады. 20-шы июнь күні біз театрды ашқанбыз. Сол театрды жұмылдығын ең бірінші. Ана үлкен кісі келіп, президент келіп ашқанбыз. Сол күні қар жауын болады. Петропавлда. Шынымен қар жауды ғой, помнишь? Я июньнің 20-сында қар жауды. Ол Петропавл ғой сен. Я в тот день болел деген сияқты анекдот тұрған. Жаңағы пляжға барғанда. Сол сияқты құтты болсын. Әрбір келген, мынау дүниеге келген спектакль, бұл бала сияқты. Кішкентай келген нәресте сияқты. Бір нәресте ақылды болып келеді. Бір нәресте түйсікті болып келеді. Бір нәресте сұлу болып келеді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бір ақылды, іштей, тегеурінді күші бар, адал, таза, дүниеге оң аяғымен келген, әдемі сәби келді, нәресте келді ғой деп мен өз басым ойлаймын. Кешіріңіздер, біз осы театрдың шымылдығын ашқанбыз. Мен сахнаға 4-ші болып мен шыққанмын. Қыз көрпеш Баян Сұлуда мен ол кезде Қодарда ойнағанмын. Кендебай Қозын ойнаған. Қодар сахнаға 4-ші болып шығады. Сонда мен 4-ші болып шыққанмын сахнаға 75-ші жылы. Содан білесіздер, содан сол театрдан кеткен жігіттер мен қыздар талай естіген шығарсыздар. Біз 9 үлкен өнердің ошағының соның тізгінін біз ұстап отырдық бір кездерде. Қазақ фильмнен бастап, осы жерде яғни тазалық бір тазалық бар. Жер жәннаты жетісу демекші, бұл жерде бір рухани аура тазама, бірдеңке тап-таза. Сондықтан біз қаншама, қазір қарасаңыздар, Қазақстан түкпір-түкпірінде ана жақта Әлімбек жүр, Талғат жүр, мына жақта Тілеген жүр. Енді қаншама кетіп қалды өмірден. Бірақ дей тұрғанда мықты-мықты сол уақыттарда бір таза. Мен қалжыңдап айтатын сөзім бар. Неде осы Талдықорғанда 14 жыл өмір сүріп, 14 көшесін білмей кетіп бізге. Себебі далаға шықпайтынбыз. Үй, театр. Как будто бірдеңені қатырып атқан сияқтымыз да. Сондықтан құтты болсын алтындар. Аллахан дұрыс айтты. Жаңағы біздің орнымызды басып деп. Шында да, мы, наверное, были такие. Біздер сияқты. Бізге ештеңкенің керегі болған жоқ. Ақша жоқ. Бәріміз жиналып аламыз да, жігіттер вагон тиеуге кетеміз. Соны барамыз да, бір вагон тиесең 64 сом ақша береді. Екі жігіт болып тиесең, бір вагонды 32 сомнан ақша аламыз. Ол кезде біздің айлығымыз 90 сом. Сонда жаңағы 10 күнде алатын айлығымызда жаңағы бір-ақ күнде вагон тиеп, сөйтіп өмір сүргенбіз біз. Сондай заман болды. 3 айға, енді талай айтқан шығар, 3 ай гастрольдер аузымыз құрттап. Сондықтан алтындарым, мен өздеріңізді көргеніме қуаныштымын. Спектакльдеріңіз құтты болсын, құтты болсын. Жақсы болайық.